Assalamu alaikum, құрметті достар. Араб тілі Құран тілі. Біз араб тілін үйрену арқылы Құранды және Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерін түсініп, сүннетіне амал жасап, ғибратты өсиеттерінен сусындаймыз. Ислам саласында жазылған көптеген еңбектерді оқу, тыңдау арқылы өзімізді рухани жігерлендіреміз. Енді бисмилля деп сабағымызға кірсек. Бірінші сабақ. Араб тілінде 28 әріп бар. Әріптер оннан солға қарай жазылады және оқылады. Ал сандар солдан оңға қарай жазылады. Бас әріп жоқ, барлығы бір сарында. Дауысты әріптер жоқ. Оның қызметтерін харекелі атқарады. Негізгі ерекшеліктер осылар. Алғашқы әріпімізге келетін болсақ, алғашқы әріпіміз Әлиф. Әлиф дегеніміз әріптің аты. Ал мұна астындағылар осы әріптің сөздің басында, ортасында, немесе сөз соңында келуіне байланысты жазылу болып табылады. Бізбен бірге қайталаңыз. Әлиф. Әлиф. Енді келесі әріп. Б. Бізбен бірге қайталаңыз. Б. Келесі әріп. Т. Әріптердің барлық атымен бірге айтып шығамыз. Th. Th. Jim. Jim. H. H. Kha. Kha. Del. Del. ذل. ذل. را. را. زي. زي. سين. سين. شين. شين. صاد. صاد. ضاد. ضاد. طاء. طاء. ظاء. ظاء. عين. عين. غين. غين. فاء. فاء. قاف. قاف. كاف. كاف. لام. لام. ميم. ميم. نون. نون. هاء. هاء. واو. واو. ياء. ياء. Ал бұл همزة. Хамза болса, түрлі жағдайда жазылады. Хамза кейде өз сөзде жеке жазылады, немесе алиф, вау, я әріптеріне қондырып жазылады. Қанша өзгеріп түрлі болып жазылса да, оқылу мен дыбысталу өзгермейді. Ал бұл تاء مربوطة. немесе байланған тә. Сөздің соңында келеді, және тоқтап оққан кезде ها. әріп болып оқылады. Ал тоқтамай оқып өткен кезде кәдімгі тә болып оқылады. Кейінгі сабағымызда толығырақ тоқталып кетеміз. Әріптерге байланысты білуіміз керек тағы бір нәрсе. Араб алфавитінің 6 әрпі. Яғни алиф, дәл, зәл, ра, зәй, вау. Осы 6 әріп өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Осымен бірінші сабағымыз аяқталды.